кетті оған. Қайда прокат? Кім прокатқа 2000 гүл береді Қазақстанда? Иә, ол жерде не только оның барлығы. Бір букет гүл берсе жарайды, қазір гүл де бермейді прокатқа. Газелдің өзі мысалға 100 000 теңге болды. Былай айтқан кезде доставкасын үйіне апарып салды деген сияқты ғой. Ол сіздер ойлабасыздар ғой, хайп, анау мынау деп. Жоқ. Мен хайп жасайтын адам емеспін. Мен өзімдікін нақты білемін, білгеннен кейін осы адамды таңдадым ба, болды, бота. Ол прокаттың гүлі болсана сол күйінше апарып беру керек қой, қайтадан біз оны бір-бірден шығарып алдық қой ана жерде. Бәріміз бір-бірден шығарып алып видеоға түстік бәріміз ана жерден. В общем, көзі көрген адамдар тиіспеңдер, ойбай мынау прокаттың гүлі деп айтатын еді ғой. Біз мысалы бәріміз алдық та бір-бірден шығарып алып ішінен суретке түстік, видеоға түстік сол жерде. Прокат болған кезде гүл сіздерге беріле ма, любой жерде гүл беріле ма, болды, гүл қайтып алынбайды негізінде. Потому что ол гүл уже солып қалады, гүл кесіледі. Үйтіп, маған үйтіп әдейі жазбай қойыңыздаршы, бос отырып ал, Абылай таза хайп жүрсің ғой, саған сенбеймін дейді. Мен хайп жасайтын не істедім? Мен не істедім? Хайптың көкесін мен сіздерге істесем, қызбен жасамаймын. Қыздың уақытымен, қыздың көңілімен мен жасамаймын. Жасасам, басқа нәрсемен жасайтын едім. Мен бірақ жасап жатқан жоқпын, соны түсініп алыңыздаршы. Миларға құйып алыңыздар, өтініш болды, мына маған жаман жазып отқан кісілер, молодец, хорошо выглядит дейді. Мен ба деп сіз барса. Рахмет, үлкен. Эфирде басқаша көрінем, үлкен көрінем, былай өмірде кішкене сәл красавчиктауым ба, бір сондай болып тұр. Не сатасың дейді. Парфюм. Ал енді қанша дасыз дейді, 30-дамын. Парфюм, сіздерге айтайын, парфюм. Мұқият тыңдаңыздар, почти 500 адам отырсыздар ғой. Мұқият тыңдаңыздар. Мен алдында ТРЦ-ға бардым, мысалы 58 000 теңге өзіме парфюм алдым. Одан кейін мені Гаухар ханым осы бір өзіміздің отандық өніммен таныстырған болатын. Бір кісімен таныстырды, маған түсіндіріп берді. Осы 4-5 күн бұрын мен өзіме сөп көрдім, сосын тексеріп, мына өзге деген жаттап алыңыздар. Өзге деген өзіміздің отандық өнім. Осы өнімді өзіме септім де 4-5 күннен кейін мен өзімді киімді жудым. Киімді үтіктеп жатсам, ана иіс шықты ғой әлі. Ұзақ сақталады екен. Значит, бұл бір сепкеннен кейін киімізде біраз тұрады деген сөз. Бұл мужской Болгаридің натуральный дубликаты, женский бар, женский ол Гуччидікі, иә? Гуччидің натуральный дубликаты былай айтқан кезде. 33 990 теңге. Бағасы былай айтқан кезде 34 000 теңге ғой. 34 000 теңгеге аласыздар, алғаннан кейін сіздерге сертификат беріледі. Қорапшасын өзі қараңыздар, әдемі сыйлыққа берсеңіздер де. Мынандай жолдама беріледі, шетелге жолдама. Екі мемлекетке ойлаңыздаршы, екі мемлекетке жолдама беріледі. Ол мемлекет только мемлекеттің бір қаласына емес, мемлекеттің 3 қаласына, Умраның 3 қаласына беріледі, Турцияның 3 қаласына беріледі. 34 000 теңгенің ішіне осының барлығы кіріп тұр ғой. Сіздерді ол мемлекетке барған кезде күтіп алады гид, және жататын жерлеріңіз тегін төлеп тұрғаныңыз осы 34 000 теңгенің ішінде гидтің услугасы, гостиницаның услугасы, тамақтарыңыз барлығы төленген, және автобус 3 қаланы аралатады. Барлығы осы суманың ішіне төленіп, барлығы уже ұйымдастырылған бұл нәрсенің барлығы. Сондықтан 34 000 теңгеге сіздер тек қана осы парфюмді алып, мысалға шетелге сертификат аласыздар. Ойлаңыздаршы, үйленуге ұсыныс жасаңыз, Алла жаса дейді. Міне, осылай болу керек, қолдау деген осылай болу керек. Идея айтыңыздаршы, қалай деген сияқты. Мен үлкен осы Қазақстанда болмаған нәрсемен үйленуге ұсыныс жасағым келіп отыр. Иә, ботамен арамызда болып қалады, жаңағындай бір қызғаныш деген. Ботаның мен бұндай татау қызғаншақ екенін мен білмедім, шыны керек. Сондықтан бізден үлкен нәтиже күтіңіздер. Ақбота жақсы қыз, еркелігі болмаса бір отбасын бақытты. Еркелігі маған, шыны керек, мен еркелігіне де ғашықпын ғой оның. Бағасы 34 000 теңге. Өшім, бағасы 34 000 теңге, 34 000 теңгенің ішіне кіреді екі сертификат, ол екі мемлекетке, екі мемлекет Умра және Турция. Умраның 3 қаласы, Турцияның 3 қаласы. Мен айта салайыншы сіздерге. Парфюм. Өзге деген парфюм, қазақстанский бренд. Иә, қазақстанский бренд, өзге деген парфюмді 34 000 теңгеге аласыздар да, екі мемлекетке жолдама аласыздар. Екі мемлекет Турция мен Умраға. Турцияда ойлаңыздар, Турцияның Анталия және Памуккале и Каппадокияға аласыздар. Ойлаңыздар. Умраның
Меккеге мәдениет және Джаддида деген жеріне сіздерді гид аралатады үшін. Барлығы төленіп қойған осы 34 мың теңгенің ішіне кіреді. Мысалы, әке-шешелеріңіз қайда жібереміз, не істейміз деп жатқан кісілер болса, уайымдамаңыздар, 34 мың теңге парфюм редпен алсаңыздар да болады, қарастырылған. Әке-шешеңізге осы парфюмді алғаннан кейін, осы сертификат әке-шешелеріңізге бересіздер. Болды. Шетелден сіздерді күтіп алады, гид күтіп алады, және жаңа гостиница, тамағы, автобусы, аралатуы, түсіндіру барлығы, гидтің услугасы барлығы соның ішіне кіреді. Жоқ, жас қыз болған кезде бота не, кәрімане, бота 23-те не бәрі. Бота 23-те ғана ғой, не бәрі оны. Маған жас қыз дегенде дәл осындай қыз керек та маған. Бота сияқты қыз керек. Бота сияқты ерке, бота сияқты қылықты, бота сияқты әдемі. Болды, алдына не дедіңіздер? Ойбай, ботқа, анау, мынау, әрі, пірі, шірі, кірі деп. Жоқ, ал енді, не болды ал енді? Бір күнде тұрды да операция жасап салды. Өзіне қарап жатыр да қыз. Оны еш қалай сіздер айта алмайсыздар. Ол өзі біледі. Өйткені Мадина жатам келетсің бе? Өзі біледі. Мен ботаны қолдаймын, шыны керек. Өзіне қарасын, әдемі болсын. Ол мен үшін ғана емес, әйел адамның, қыз баланың өзіне приятно ғой, ол приятность. Болды, өзіне приятность. Көп ондай бықсыма әңгімелерді айтпай ақ қойып. Дауысым естіліп жатыр ма? Толқын. Енді естіліп жатыр ма? Жоқ, неге оқыған білімді емес? Неге? Бота оқыған, тоққан, білімді, пысық. Неге? Мысалы, сенбей жүрсіздер ғой, сенбейатсыздар ғой осы. Енді мен таныстыққа ұсыныс жасадым. Жұптыққа ұсыныс жасадым. Енді менен Қазақстанда болмаған керемет үйленуге ұсыныс күтіңіздерші. Маған варианттарыңыз болса айтыңыздаршы. Ақылдасып сіздермен бірге жасайтын боламыз. Патологын қоямын ше. Үйленудің ұсынысын сұрап жатсыздар ғой, мен оқып жатырмын, мен көзім көрмейді емес. Барлығы жазып жатыр комментарияның астында. Бұл Абылайхан молодец, жаңағыдай жұптыққа ұсынысты осылай жасаса, үйленуге ұсынысты қалай жасайды екен деген. Мен сіздерге айтайын, мен патологын қоямын. Қазақстанда болмаған нәрсені жасаймын. Ол бір хайп үшін емес, ол менің ботаға деген. Жоқ, дауысы бар уже, дауысы естіліп тұр ғой сіздерге. Мен айтып жатқандарым не сатып жатсыңдар, сразу айтшы дедік. Біз парфюм сатып жатырмыз. Қазір парфюм болғанда былай 34 мыңға аласыздар, шетелге 2 кез жолдама аласыздар. Гарантиямен ғой, өзіміз гарантия. Болды, дауыс бар ғой, бәсе. Мен сіздерге айтайын, гарантия айтайын. Патологын қоямын, Қазақстанда үйленуге ұсыныстың патологын қоямын ғой. Сондықтан маған варианттарыңыз болса, идея болса, Инстаграмға, ТикТокқа жазыңыздар. Күшті-күшті искусственный интеллектпен жасап қояды ғой, мынандай жаса деген сияқты. Сондай жасаймын. Жасап көрсетіңіздер, жасаймын сол 100%. Содан кейін кімдікі маған ұнайды, кімдікі қабылдаймын, сол кісілерге негізі ақшалай сыйлықтарым болады. Уайымдамаңыздар. Бірге жұмыс жасайтын боламыз үшін. В общем, бізде сұрап жатқан кісілер не сатып аласыңдар? Өзіміздің отандық өнім, өзге деген парфюм. Бұл парфюм өзіміздің өнім болғаннан кейін, өзіміздің өнім деп айтылады, бірақ бізге шетелден келеді, шетелден келеді. Бұл бізде мужской Burberryдің оригиналының дубликаты. Және женский бар, женский ол Gucci'дің оригиналының дубликаты. Қандай әдемі қорапшасымен келеді, сыйлыққа берсеңіздер болады, қандай әдемі. Осыны 34 теңгеге аласыздар. Мен айтып отырмын, мен өзім алдым 58 мың теңгеге бір терцияны алдым. Одан кейін барып білдім да мынаны. Енді мен мынаны обязательно
мысалға мен тастамаймын, мысалы постоянно аламын. Мен осының енді бір бесеуін алсам ба дедім. Алдында пробный ретінде 4-5 күн бұрын сеуіп кеткен өзіме. Сеуіп кеттім осы кісілермен, жаңағыдай осыны бастап жатқан кісілермен танысып жолыққан кезінде. Үйге 4-5 күннен кейін жуып киімді үтіктеп жатсам, иісі шығып тұр, оған приятно. Сосын точно алғаннан кейін плюс тамызға деген кісілер көбейтудесіздер. 33.990 теңге. Иә, 34 мың теңге ғой достар, 34 мың теңге аласыздар, 2 сертификат аласыздар ғой, ойлаңыздаршы. Мына жолдама Умраға және Турцияға ғой үшін. Турцияға 2 жолдама аласыздар. Мынаны каждый алған адамға беріледі. Сосын айтайын, каждый алған адамға мына сертификат беріледі жолдама. 34 мың теңгеге мынаны аласыздар. Алғаннан кейін сіздерге обязательно жолдама беріледі. 2 жолдама. Умраға және Меккеге беріледі. Меккенің 3 қаласына және Турцияның 3 қаласына беріледі. Мына осы парфюмді аласыздар, болды. Бұл жерде енді натуральный, енді оригиналдың дубликаты. 30 миллиграмм. Иә, миллиграмм айтайын деп өтіреді. 30 миллиграмм. Бұл 30 миллиграмм болғанда киімізге бір шашасыз ба былайша міне? Былай бір шашасыз, болды. Мұна жусаңыз да кетпейді екен. Мен өзім тексердім, көрдім, жуып, киімді үтіктеп атсам, киімнен иіс шығып тұр, приятный сондай. Сондықтан ұтылмайсыздар үшін былай айтқан кезде. Мына 2 сертификат сіздерге, 2 жолдама сіздерге беріледі. Обязательно аласыздар, Каспий редпен алсаңыздар да болады, 34 мың теңге болады, былай қарасаңыздар. Неге бәріне жолдама дейді. Мына парфюмді алған 34 мыңға кім алады, сол адамдарға шетелге жолдама беріледі. 2 жолдама, еще 2 адамға. Каждый 2 адамға, ойлаңыздаршы, каждый 2 адамға. Міне Турцияның Анталиясына беріледі және Памукали, Каппадокияға беріледі. Одан кейін Умраға беріледі. Умраның 3 қаласына беріледі. Мекке, Медина, Джидда деген жеріне беріледі. Содан кейін бұл не только бұл жерде беріледі, 3 қала